Сан ғасырдан келе жатқан бабаларымыздың даналығына құлақ түретін болсақ, бабаларымыз айтқандай, адам бақыты балада деген. Кей адамдардың бақытты дүниеден немесе даңқ пен дәрежеден іздеп кететіні өкінішті. Ал енді ұрпақ мәселесіне қатты көңіл бөлген бабаларымыздың адам ұрпағымен мың жасайды деген сөзі тегін емес. Олай болса, адамның артында қалған ұрпағының қандай болатыны, адамгершілігі қандай болатыны, оның тәрбиесі қалай болатындығы ең маңызды мәселелердің бірі. Бала үшін ең алғашқы тәрбиедегі ұстаз, өмірдегі ұстазы да ол ата-ана болатыны сөзсіз. Дегенмен, қазіргі кездегі қоғамдық мәселелер, жағдайлар, шешімін таппай жатқан мәселелер, кей ата-аналардың, мүмкін көпшілік ата-аналардың шығар, балалардың тәрбиесіне деген уақыт бөлулерінің кемдігі, көп қарай алмай жатқандығы қоғамдағы көптеген мәселелерді тудыруда. Жалпы адам ата-ананың баласына айтқан сөзінен гөрі істеген ісімен көрсеткен тәрбиесі маңыздырақ. Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, сендер өздерің істемегенді неге өзгелерге айтасыңдар деп ескерткені бар. Олай болса, ата-ананың жасаған амалдарынан көрген тәрбиесін баласы міндетті түрде қайталайтын болады. Міне солардың бірі біздің дінімізге байланысты мәселелерде де, діни ағым мәселелерінде де, басқа да мәселелерде өзінің бейнесін көрсетуде. Баланың ата-анаға деген көңілі, ата-ананың балаға деген баланың алдындағы міндеттері де осы тәрбие жөнінде, тәрбие мәселелерінде өте көп орын алады.